Нобель сыйлығы жер жаһанның бетіндегі ең құнды әрі атақ абыройы үлкен сыйлық. Осындай сыйлы марапатқа қол жеткендердің бірі қазақ баласы Достай Раманқұлов. Ол Нобель сыйлығымен марапатталған бірінші қазақ, нақтырақ айтсақ, тәуелсіз еліміздің тұңғыш өкілі. Достай Раманқұлов Қазақстан Республикасы атом энергетикасы жөніндегі агенттігі және ұлттық атом компанияларында қызмет еткен, кейін халықаралық ұйымның жауапты қызметкері болып тағайындалады. Нобель сыйлығымен марапатталған тұңғыш қазақ Достай Раманқұлов бүгінде Аустрияның астанасы Венада тұрады.